Сәлем достар, сіздермен болған мен Жұлдызай Тока World арнасы. Достар, бұл бізде новый серия, тақырыбы ажыраған достар, бірінші бөлім. Бұл сериал сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, және де колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз сериалымызды бастаймыз, менімен бірге болыңыздар. Кеттік! Диана, сен өзіңнің қалаған затыңды ала берсең болады. Себебі мен саған барлығын алып беремін. Өйткені сен менің ең жақын досымсың ғой. Жақсы, ақшаң жетпей қалмай ма? Себебі бұл жақтағы, яғни заттар өте қымбат тұрады. Мен, яғни свеча және де гүл, күшті заттарды аламын. Және де олар қымбат тұрады. Өзің біл, менің ақшам жетеді. Өйткені мен саған көптеген заттар әперуге дайынмын. Жақсы, ендеше мен кеттім, ала берейін. Ақшаларын осындай кезде пайдаланып алайық та. Әйтпесе жүре береміз бе? Ол ойлап жүр екен, мені шынымен дос деп. Мен ондай қыздармен дос болмаймын. Жай ғана ақшасын пайдаланып жүрмін. Так, осы свечаны алайын, және де осы свечаны алайын. Осы 3 свечаны аламын. Ендеше кеттім, гүлдер алайын, сондай күшті заттарды алайын. Мынаның бәріне ақшасы жетер ме екен? Қойш, мен уайымдамай қояйын. Өйткені өз емес пе, алып берем деген. Осы, яғни гүлді алайын. Өйткені өте әдемі екен. Және де осы жерден мынаны алайын. Так, тағы не алсам екен? Мынаны алайыншы. Мынау да әдем болып тұр. Болды, осы жетер енді. Өйткені көптеген заттар алдым. Бағасы да өте қымбат. Диана, болдың ба алып? Иә, болдым. Өте күшті заттар алдым, саған қазір көрсетемін. Жақсы, онда жүр кеттік кассаға. Жақсы, жүр кеттік. Мінекей, мен осындай нәрсе алдым, білмеймін енді. Мінекей, көрсенші. Вау, күшті ғой, мынау шашқа тағатын емес пе? Ойбай, шашқа тағатын емес екен. Бірақ осындай шашқа тағатын бар тұғын. Қыстырғыш па, сондай ғой. Я, мынаяққа қоя салайық, және де осындай алдым, мінекей, үйге. Өте күшті ғой. Хат келгенде осы аяққа салып кетеді, өте әдемісін алдым. Және де осындай гүл алдым. Қарасаңшы. Вау, әдемі ғой мынау. Мен де осындай алғым келіп жүрген. Және де осындай гүл алдым. Осындай свечалар алдым. Мінекей, мынандай свеча алдым. Осындай гүлдер, міне. Осындай картиналар алдым. Күшті заттар алғам, я. Я, бәсе, 50 мың теңге шығып кетті ғой, қымбат болып. Айттым ғой, мен таңдаған заттардың барлығы қымбат деп. Айттым, алмай қойым керек еді. Жоқ, бастысы ақшам жетті ғой. Айтпақшы, ақшаң қалды ма, тамақ ішіп қайтайық дегем ғой. Я, ақшам қалды, жүр кеттік ендеше, менде қарным ашып кетті. Жақсы, мына жерде ресторан бар, жүр кеттік менің артымнан. Ендеше ас болсын. Рахмет, саған да ас болсын. Бүгінгі күнім өте керемет болды ғой, саған көп рахмет. Оқасы жоқ. Тағы да бұдан да көп заттар алуым керек. Мен үйді де ойлаймын ғой. Ендеше тамағымды жейін. Дәмді ғой мына тамақ. Енді мен сенің жақсы көретініңді біліп, осындай тамаққа заказ бердім. Менікі де дәмді ғой. Жақсы, қазір не істейміз? Үйге қайтамыз ба? Не болды? Менен құтылғың келіп тұр ма? Мені жақтыртпай тұрсың ба? Жоқ, жақтыртпаймын деген нес, жақтыртамын ғой. Онда сен мен неге дос болып жүрмін? Сол менің үйге қайтқым келмейді. Өйткені сені сағынып кетемін. Жаным сол. Оданша қыдырайық та, үйге барғанда не істейміз? Бір-бірімізді сағынып отырамыз ба?
Жақсы онда. Қыдырсақ қыдырайық. Или ақшам бітіп қалды ма? Жоқ, ақшам жетеді ғой. Не болды, сұрай бердің ғой, ақшам бітіп қалды ма деп. Жай енді өзің ғой. Сондай болып кеткен. Жақсы, мен тамағымды жеп болдым. Ендеше қыдырайық? Жарайды. Кеттік ендеше. Вау, телефондар күшті ғой, мына жердегі планшет, ноутбук барлығы күшті ғой. Вау, мен андай алғым келіп жүреді. Мен яғни блогер бастағым келген, YouTube түсіріп дегендей. Осындай алғым келіп жүрген. Осыны алып бере аласың ба сен? Бағасы қанша, қымбат емес пе? Бағасы сол 60 мың, 70 мың ғой. Не қымбат қой? Жаңелде сен 50 мың теңгеге, яғни заттар алдың, қарасаңшы. Тамақ жедің. Менің ақшам қалмады. Не, сонда сен мені жақтатпай тұрсың ба? Оданша айтпадың ба? Дос болмаймын, қойшы болды деп. Әпермесең әпермей-ақ қой, оданша дос болмай-ақ қояйық. Сен менімен дос болғың келмейді. Жоқ, дос болғым келеді ғой, алып беремін. Жарайды, жәнеден бері сөйтпейсің бе? Жақсы, онда осыны аламын. Ал телефондарға, яғни ақшаң жетпейтін шығар. Иә, оған ақшам жетпейді шынымен де. Жақсы, осыны аламын. Сосын, яғни папаммен келгенде мына телефонды алармын. Өйткені күшті ғой мына телефон. Қара, күшті я? Я, күшті. Саған несіне айтып жатырмын? Дымда ұқпайсың ғой. Жақсы, қоя салайын. Ендеше кеттік қыз саған. Вау, мынаған қарашы, мынау да күшті екен. Маған қатты ұнап жатыр. Ал мынау не? Жарайды, қоя салайын. Кеттік ендеше. Жақсы. Вау, мынау күшті ғой, я, қарасаң. Күшті ғой. Қазір бастайын ба түсіріп? Білмеймін, өзің біл. Я, қазір бастай берейін, өйткені қазір қыдырып жүрміз ғой. Күшті ғой. Сосын киім алуға барайықшы. Жарайды, ол жақын ба? Я, жақын ғой, 2-ші этажға көтерілеміз. Жарайды. Ендеше мен осы заттарымды көрсетейін. Сәлем достар, сіздермен болған мен Диана. Достар, біз қазір қыдырып жүрміз, бұл менің влогым болады. Біз осындай заттар алдық, өзіме осындай заттар алдым. Мінеки осындай светильник, мінеки. Светильник дегенде осындай шамдар, мінеки. Өте күшті, және де осындай картина, осындай күшті заттар алдық. Сіздерге үйге барғанда жақсылап түсіретін боламыз. Мен қазір өзіме, яғни шопинг істеп, өзіме киімдер аламын. Жақсы, ендеше жүр кеттік. Я, тезірек барайық, әйтпесе кеш болып кетер. Достар, мінеки біз, яғни шопинг істеп жүрміз. Біз киім алатын жерге келдік, мінеки. Және де мен өзіме осындай балмұздақ алдым. Өте дәмді екен. Ендеше біз осы арбаны алып, киімдер көретін боламыз. Әрине де маған. Менімен бірге болыңыздар, бұл влог өте қызықты болады. Так, ендеше мен, яғни оның ақшаларын құртып, өзіме киімдер алып алайын. Өзіме осындай алып алдым ғой. Енді өзі шыдар. Мен де қызға, яғни сұлу қызбен кім дос болмайды. Жақсы, ендеше кеттім тезірек. Мына киімі қалай, маған жарасып тұр ма? Я, жарасып тұр, өте әдемі болып тұрсың. Рахмет, өзіме де қатты ұнап тұр. Үйге кигенге өте күшті екен, я. Удобно. Я, осыны алсаңшы. Жақсы, сенің ақшаң жете ме? Я, жетеді. Мен де саған қайтарамын ғой. Я, мен саған сенемін. Жақсы, ендеше киімімді ауыстырып алайын.